Ыбырай Алтынсарин бабамыздың өлеңі еске түседі, кей кезде айтып отырған кезде. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық деген өлең осылай басталады. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Негізгі түп нұсқасында осылай жазылады екен. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Сонда жаңағы бір Аллаға сыйынып деген сөзге сәл өңгіліп қарайтын болсақ, енді біздің күнделікті айтып жүрген сөзіміз аузу билля деген сөз ғой негізінде. Айналып келген кезде аузу биллахи минаш шайтанир раджим дегенде Аллаға сыйынып, лағнет шайтанның азғындығынан Аллаға сыйынып Алладан пана тілейміз деген сөз ғой. Сонда Ыбырай Алтынсарин бабамыз ана Орынбор жақтан кеп Қазақстанда ең алғаш қазақ мектебін ашқан уақытында балаларға сабақ берген екен ғой. Сонда балаларға сабақ берген кезде бірінші сол бір Аллаға сыйынып деп бастаған да. Бірақ енді ар жағында тек қана ол кісі намаз, Құран, ораза деген нәрселерді ғана үйреткен жоқ. Ол кісі математика бар, басқа география бар, философия бар, логикасы бар, барлығын үйреткен екен да.